Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге мен Мути каналы. Бүгінгі видеода біз араудағы выживанияны жалғастыратын боламыз. Міне осындай жерде. Бізде және топ комментаровқа жаңадан адам қосылды. Ол бізде Димаш KZ деген адам. Және де осы видеоға 20 лайк жинап тастасаңыздар, уже келесі бөлім түсіретін боламын. Арнайы жазуды ұмытпаңыздар достар. Енді анау осындай үлкен арауға келіп соғатын боламыз. Бүгінгі видеоны үлкен қылып, әдем қылып, хай-тек вариантта үй соғамыз. Міне қазір және осындай қылып үлкен қылып түзіледік. Мына жақтың бәрін жермен қойып, мына жан-жағына таспен қоршадық. Осы жақ көбінде байлардың үйін соғатын боламыз. Түр-түрлі қылып. Бізде бүгінгі видеоға керек заттар міне осы кварцтар ағаш керек болады. Және достар, қазір каркасын видеодан тыс соғып алайық. Сол үшін кеттік. Мінеке достар, осындай каркасын соқтық қазірге. Бірден түсінбей қалған шығарсыздар. Мына жақта, 16 блок қылдық, ал мына жақта 13. Мына жерден, мына жерге шейін 8, ал мына бұрыштан, мына бұрышқа шейін 10 қылып істедік. Енді қазір пол сеуреге ағашпен жабай береміз қазір. Бірден осылай жабай берейік. Сенде жабар. Төбесіне жабу керек болады. Және мына жақта да кварцтармен жауып тастадық, өйткені бұл жақ арт жағы болады, ал мына жақтарын не үшін жапады деп тұрсаңыздар, бұл жақта әйнек қоятын боламыз достар. Төбесіне сәсе каркасын істедік. Ар жағын сәл жаппай алыптық. Қазір оны кварцмен жаба саламыз. Дағы қойыр. Мен төбесін жаба берем. Төбесін тезірек қойып тастай берейік. Мына және де 5 блок астынан бірінші этажы, ал екінші этажы 4 блок болады. Екі де 4 блоктан болып шығады ең соңында. Біз полын ағашпен жауып отырық. Ағашым бітіп қалыпты қазір. Қазір тезірек қойып тастай берейік. Ағаштардың бәрін. Ар жақтарын соқып қойдым көзі. Жемдеп нормально болып келе жатырмын достар. Мына жағында текпешекпен істедік, әдем қалып. Жапсан енді әйнек алдым ба? Әйнек алсам, мына жақтарды жаба береміз. Тоқта. Қазір мына бір жері қалып кеткен. Оған ағаш қоямыз. Екі жағына. Болды енді. Қазір қоя бер. Бірінші этажын қоя бер, екінші этажын өзім айтам. Осыны қазір әдем үй болып шығады достар. Қазір соғып атқан үйіміз ұнаватса лайк басып қолдап қойыңыздар достар. Артық болып кеттім осы. Жауып қойдың давай. Жаптың ба енді? Мына жағына қоямыз. Шадан қойып кетті. Давай. Мына жағын тағы бір екеу қалып кетті. Тоқта, бұл жағына екеу болғанда. Қазір кварц керек маған. Кварцпен екі жағына. Осылай. Алып мына жағына қойсам. Мына жағында бізге екінші этажға шығатын жол болады. Мына жағын бұлай алып тастаймыз. Бұлай мынаны алып тастаймыз. Қазір верстек сыйсаш. Өзім сыйсалым. Қазір бізге ступеньки керек. Ағаштан жасалған ступеньки. 8 жетпейді по-моему. Қазір жетіп қалатын жер 16. Қазір көрейін. Мына жақтан бұлай. Қоямыз осындай әдем қылып. Сәл дұрыс болмай қалды. Чалып тастай саламыз. Дәл 10x бар. Жетеді ғой, значит. Кеттік енді екінші этаж. Мынаны да алып тастасаң. Бәсе. Енді екінші этаждан шығамыз да. Қазір ағаштарым бар ғой. Бар болса қазір мен сияқты мынандай қоя бересің. Мынандай бұрыштарына қарасай.
Көрдің ғой? Әйнек сияқты болды бұл. Тоқтаттық бұл жағына әлі түспей тұра тұр. Қазір мынандай болады екен. Дұрыс. Мына жағына осылай қоясың. Что-то не то. Мынаны сәл дұрыс қоймапты қой бәсе. Не екен, сәл бой ауыстырайық. Мына жағына қарай. Жоқ, дұрыс екен. Қайтадан өз орнына қойсашы. В общем, мына жақтарын істей берейін. Мына жақ бізге керек емес уже. Сол үшін де жауып тастаймыз. Каменің главный заттарын істеп жатырық біз. Сәндейтін жағын уже кейінірек барып істей береміз. Мына жағы дұрыс. Мына жағына енді әйнек. Ол жағын қатты жаппай қой. Бұл жағы өткен балкон болды. Оңыз ба? Міне, астыңғы бір қатарынан бет қойып шығамыз. Ар жақтан да мына жақтан қойып шығайын. Мынаны қазір сабой біріктіретін болсақ. Мына төбесін айтпақшы кварцпен жауып тастаймыз. Кварцтың жететін жері. Менде де бар екен, есілші. Кеттік, мынаны тезірек жабай берейік. Мына жақта бөлінетін болса. Мына жағын былай әйнекпен жаба салайық. Нормально ба? Негізіне боя қойсақ. Қай жатыр? Стеклолар қойып тастай берейін мен. Мына жағын боя қоямыз. Мына жақ ашық болып тұра берсін. Мына төбесін жаба саласың ба? Ағашпен. Былай қылдыртамыз да қалай? Нормально ғой? Мына жақ балкон. Мына жақ терезе. Онша нормально. Төбесін жауып тастадық. Енді видеодан бөлегенде достар, ішін сәндейтін боламыз өзіміз. Қазір кеттік ендеше. Мінекі достар, біз уже аяқтадық. Енді қандай болғанын көргіңіз келсе, міне қазір 1, 2, 3. Қалай достар? Әдемі болып шықты деп ойлаймын мен ойымша. Міне осындай листтері сондай қойып тастадық. Жан-жағын бәрін әдеміледік. Мынандай теріс қаратып қойдық. Ступенькалардың бәрін екі жағына да балкон бәрін істедік. Міне бәрін есік сондайларды қойдық. Шын қараңыздар достар. Шын бәрін өзіміз сәндедік. Міне осындай мияқта сундуктар қойдық. Осындай әдемі болып соқтық. Мына жағына шай ішетін анау-мынау. Мынаны қараңыздар достар. Типа тау сияқты болып тұр, әдемі болып тұр. Меніңше енді екінші этажын көрейік. Ал екінші этажында мынандай. Қалай достар? Бұны енді мен соқтым. Мына жағында ұйықтайтын бөлме сондай. Мына жақта да балкон бар. Қалаймен достар? Бізде жаңа бір ғана балкон емес, екі балкон. Осындай әдемі қылып соқтық достар. Және осы үй 20-ға тұратын шығар деп ойлаймын достар. Сол үшін 20-ға смело басып тастайық достар. Аямайық. Арнаға жазуды ұмытпайық достар. Бүгінгі видеоны осындай әдемі қылып соқтық. Және бүгінгі видеоны аяқтайық. Арнаға жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Мойти. Қош, сау болыңыздар.